Ассаламуалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар ма? Мынау менің туған күнімді елеп ескеріп, ізгі тілектерін тілеп құттықтап жатқан жандардың бәріне рахмет, үлкен. Қазір 29-ға келіп отырмын ғой. 29 жасыма келіп, мен бірінші рет көріп отырмын. 5 шілдеде ыстық күнде мынандай жаңбыр жауып жатқан. Бұл деген жақсы емес пе? Алланың нұры жауып тұр менің туған күнімде. Құйып жатыр, құйып. Солай, рахмет бәріңе. Ал, қайырлы күн болсын. Біз Гранд Паркке келіп қалдық. Неге десеңіздер, енді жалпы аяқ киім алмаппын мен осы жазда. Қыздардан қазір сол жаққа келіп жатырмын. Жалғыз емеспін. Мама бар жанында. Мама, бір қарап қойыңыз. Қазір бірге аяқ киім таңдаймыз. Қазір. Біз Жансай екеуміз барлық продуктын алып жатырмыз. Біраз нерв болып. Неше түрлі қырылып. Оқып жатсаңыздар, сондай қиыншылықтан, емтиханнан өтпей жатсаңыздар, ол негізінде полный фигня десе болады. Сондықтан қорықпаңыздар. Өмір болашақ алдыда және сонысымен қызық. Сондықтан жас балаларға айтатыным, мектепте оқып жүрген, колледж болсын, университет болсын, ол баға ештеңе емес негізінде. Нағыз өмір ол университеттен кейін, колледжден кейін басталады негізінде.